Мен де басында сіздер сияқты ойлағам, асабалық менің қолымнан келмейді. Асабалықты тек қана өнер академиясын бітіргендер немесе өнер саласында жүргендер ғана атқарады деген сияқты. Шын мәнісінде менің бірінші мамандығым заңгер. Біз бастаған кезде асабалықта үйрететін нақты ешқандай бір орталық болған жоқ, нақты бір кітап болған жоқ. Бірінші курстан бастап мен асабалықты аппарат тасудан бастадым. Бір кісілердің қасында жүріп, адамның қабілеті шектеусіз, жалпы өнер адамы, шығармашылық адам. Мен болдым, толдым, мен бәрін білемін деген кезде, сол кезде оның ізденісі де тоқтайды. Кез келген адам жетістікке оқу арқылы, ізденіс арқылы және де тек қана еңбек арқылы жетеді. Ол 1% талант, 99% еңбек. Бізде осы уақытқа дейін 100 шақты түлеп ұшты. Қазақстанда тұңғыш ашылған асаба курсына мен шақырам. Келіңіздер, нақты орталық сіздерге картаны ашып тастаған сияқты нақты үйретіп береді. Біз сіздерді күтеміз 29 сәуір Алматы қаласында.